Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы 127 сабақ. Тақырып мәңгілік елдің болашағы. Латын әліпбиіне көшу болашаққа бастар жол. Астында 35-ші жаттығуға қараймыз. Мәтінді тыңда дейді, оқып шығайық. Қазақ тілінің де жазу тарихы ертеден басталған. Біздің әліпби жүйемізде бірнеше тарихи кезеңдерден өтті. Қазақстан жерін мекендеген көне ғұн сақ тайпалары да өз жазуын қалыптастырған. Солардың мұрагері болып саналатын Үйсін, Қаңлы, Қыпшақ тайпаларының көне жазулары болған. Одан кейін қазақтар араб графикасына негізделген әліпбиді пайдалана бастаған екен. Одан бері де бірнеше ғасыр өтіпті. Ал 20-шы ғасырда қазақ тілінің әліпби жүйесі өзгерген. 1929 жылы қазақ тілі латын графикасына негізделген жаңа әліпбиге көшірілді. Бұл әліпбиді 1940 жылға дейін пайдаландық. Осы жылдан бастап қазақ әліпбиі тағы да өзгертілді. Бұл жолы қазақ тілі кириллицаға негізделген әліпбиге ауысты. Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін көп ұзамай әліпбиді өзгерту туралы мәселеде көтеріле бастады. Оның қазақ тілі заңдылықтарына үйлесімді екенін, тіліміздің сақталып қалуы және дамуы зор ықпал ететін сөз арқылы әлемдік өркениетке жақындай түсетініміз дәлелденді. Тиісті орындар 2025 жылға дейін латын әліпбиіне көшу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қазір латын графикасына негізделген қазақ әліпбиінің бірнеше нұсқасы дайындалып, көпшіліктің талқысына ұсынылды дейді балалар. Енді астында сұрақтарын оқиық. Жалпы мәтіннің мазмұны бойынша бір-біріне сұрақ қойыңдар дейді. Мәтіннің мазмұнына байланысты өз пікірлеріңді айтыңдар. Және пікір айтқан кезде қыстырма сөздер мен шылауларды қолдану керек дейді. Жалпы мәтін бойынша сұрақтар бар. Бірнеше сұрақтар қарастырып қойдым, балалар қарап шығайық. Мәтін бойынша сұрақтар бізде қазақ тілінің жазу тарихы қашан басталған? Ежелгі тайпалар қандай жазуды қолданған? Қазақтар бұрын қандай әліпбиді пайдаланған? 1929 жылы қандай өзгеріс болды? 1940 жылдан кейін қазақ әліпбиі қандай болды? Қазір қандай әліпбиге көшу жоспарланып отыр? Осы сұрақтарға жауап береміз, балалар. Енді бізде астында өз пікірім. Менің ойымша латын әліпбиіне көшу дұрыс, себебі әлеммен байланыс жасауға көмектеседі. Сонымен қатар тіліміздің дамуына жақсы әсер етеді. Енді қыстырма сөздер мен шылауларды қолданып сөйлемдер құрастырғанбыз. Меніңше бұл өзгеріс өте маңызды, өйткені ол еліміздің болашағына пайдалы дейді балалар. Келесі балалар бізде 36-шы жаттығу. Бағанның екі жағындағы сөйлемдерді салыстыр дейді. Менде ағылшынша сөздік бар. Динада жақсы кітап бар. Сәуле Сарамен бірге келеді. Менде шет тілді үйреніп жүрмін. Динада жақсы оқиды. Сәуле мен Сара бір сыныпта оқиды. Бұл жерде балалар менде ағылшынша сөздік бар. Де бұл жерде балалар жалғау болып тұр. Ал астында менде шет тілді үйреніп жүрмін. Бұл жерде де шылау болып тұр екен. Енді Динада жақсы кітап бар. Да бұл жерде жалғау болып тұр. Динада жақсы оқиды. Бұл жерде шылау болып тұр екен. Сәуле Сарамен бірге келеді. Жалғау болып тұр. Бұл жерде мен деген сөз. Сәуле мен Сара бір сыныпта оқиды. Бұл жерде мен
шылау болып тұр екен. Енді осы сөйлемдерді сөйлем мүшелеріне талдайық балалар. Алдымен бірінші сөйлемді талдайық. Менде ағылшынша сөздік бар. Бар бұл жерде бізде баяндауыш. Не бар? Сөздік. Сөздік бұл жерде бастауыш болып тұр екен. Қандай? Ағылшынша. Бұл жерде анықтауыш болып тұр екен. Кімде? Менде. Бұл бізде толықтауыш болып тұр екен. Енді екінші сөйлемді оқиық. Менде шет тілді үйреніп жүрмін. Үйреніп жүрмін. Бұл жерде күрделі баяндауыш болып тұр екен. Нені? Шет тілді. Бұл жерде толықтауыш болып тұр. Кім? Мен, яғни бастауыш болып тұр екен. Келесі балалар, Динада жақсы кітап бар. Бар бұл жерде баяндауыш. Не бар? Кітап бар. Бұл жерде кітап, яғни бастауыш болып тұр екен. Қандай? Жақсы кітап бар. Жақсы бұл жерде анықтауыш болып тұр. Динада кімде? Толықтауыш болып тұр екен. Енді Динада жақсы оқиды. Оқиды бұл жерде баяндауыш. Жақсы пысықтауыш. Дина бастауыш болып тұр. Да деген жұрнақ ол бізде шылау болғандықтан бөлек жазылып тұр екен. Келесі, Сәуле Сарамен бірге келеді. Келеді бұл жерде баяндауыш. Қалай? Сарамен бірге. Бұл жерде пысықтауыш. Сәуле ол бізде бастауыш болып тұр екен. Соңғы балалар, Сәуле мен Сара бір сыныпта оқиды. Сәуле мен Сара бұл жерде бастауыш болып тұр. Оқиды. Баяндауыш. Бір сыныпта. Бұл пысықтауыш болып есептеледі екен. Келесі балалар, есімізде сақтайық. Да, де, та, те шылау болса, атау септіктегі сөзбен байланысады да бөлек жазылады. Мысалы, күнде жылынды. Көкте шықты. Да, де, та, те жатыс септік жалғауы болса, өзі жалғанған сөзбен бірігіп жазылады. Мысалы, мал қорада тұр. Мен, бен, пен шылау болса, бөлек жазылады. Мысалы, қағаз бен қалам алды. Мен, бен, пен көмектес септік жалғауы болса, өзі жалғанған сөзбен бірігіп жазылады. Мысалы, мен әкеммен сөйлестім дейді. Балалар, осыны есімізде сақтап алайық. Келесі бізде 37-ші жаттығу. Шақшаны ашып, мәтінді көшіріп жаз дейді. Латын әліпбиі әлемде кеңінен қолданылады. Оның да тарихы өте тереңде жатыр. Қазіргі кезде латын әліпбиін әлем халықтарының 40%-дан астамы пайдаланады. Латын әліпбиі мен латын графикасына негізделген қазақ әліпбиі мен таныса беру керек. Жақшадағы да, де, мен дегендердің қайсымен бірге, қайсысын бөлек жаздың неліктен дейді. Латын әліпбиі әлемде кеңінен қолданылады. Оның тарихы өте тереңде жатыр. Қазіргі кезде латын әліпбиін әлем халықтарының 40%-дан астамы пайдаланады. Латын әліпбиі мен латын графикасына негізделген қазақ әліпбиімен таныса беру керек. Міне балалар, осылай жазылады. Егер бірге жазылса жалғау, бөлек жазылса шылау болады екен. Осылай жазып аламыз. Келесі балалар, бізде 38-ші жаттығу. Ребусты шеш. Тапқан сөзіңді жалғау немесе шылау ретінде пайдаланып, екі сөйлем құрап жаз дейді. Суретте бізде балалар тарақ берілген. Тарақтың біз соңғы 3 әріпін алып тастаймыз. Яғни та деген бізде не қалады екен. Енді қараңдар, тарихта қандай сыр жатыр?
тарихта. Бұл жерде жалғау болып тұр. Енді екінші сөзде тарихта болашақта өзекті екенін түсіндім. Бұл жерде та бізде шылау болып тұр екен балалар. Балалар, бізде соңғы жаттығу 39-шы жаттығу кестені толықтыр. Бөлек жазылатын шылаулар. Да, де, та, те. Мен, бен, пен, және, бірақ, үшін деген шылаулар бізде бөлек жазылады. Дефиспен жазылатын шылаулар ол бізде ақ, ау, ай. Жалғаулармен тұлғалық ұқсастығы бар шылаулар ол бізде да, де, та, те, мен деген шылаулар екен. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнаса арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңдар. Сау болыңдар балалар.